мынадай оқиға бар. Абдуллах ибн Убай ибн Сәлул дейтін мұнафықтардың басшысы өткен тарихта. Оған қатысты аят түскен бірнеше, ол мұнафыққа қатысты. Ол не істеген? Аят бар. لَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّ الْعَذُّ مِنْهَا الْأَذَلِ. Яғни, Мединаға қайтқан кезде, Медина, бұл сыртта жүрген онда мұсылмандар. Бұл мұнафық мұсылмандар арасында жүре береді. Мединаға қайтқан кезде, мына бейшараларды, яғни пайғамбарды және мұсылмандарды меңзеп, мына бейшараларды біз Мединадан қуып шығамыз дейді. Сөйткен мұнафық бұл. Аят түскеннен кейін пайғамбарымыз осы аят түскен. Мәселе анықталады, жайтты білет, бұның мұнафық екендігін. Сол кезде оның баласы келеді. Я Расулалла, бұл әкемді өз қолымен өлтірейін дейді. Пайғамбар жоқ дейді. Тескізбейді. Сөйтіп Мединаға келеді, кейіннен көп замай әлгі мұнафық дүниеден өтеді. Мұнафық Абдуллах ибн Убай ибн Сәлул дүниеден өтеді. Баласы, енді жағдай болмаған шығар, баласы пайғамбарға келіп кебін сұрап келеді. Жаңағы әкесінің кебін дейтін кебіні болмайды. Сол кезде Алла елшісі үстіндегі көйлегін шешіп береді. Мұнафық пайғамбардың көйлегі мен кебінделеді. Пайғамбарымыз не істейді мұнафыққа? Алладан кешірім сұрайды. Мұнафыққа Алладан кешірім сұрайды. Аят түседі. Истағфир лахум ау ла тастағфир лахум ин тастағфир лахум 70 марра ла яғфираллаху лахум. Кешірім сұрама, тіпті 70 мәрте кешірім сұрасаң да, Аллах оларды кешірмейді деген аят түседі. Пайғамбарымыз тағы кешірім сұрайды. Омар келеді, я Расулалла, аят түскен жоқ па дейді. Пайғамбарымыз айтады, аятта 70 мәрте дейді ғой, мен одан көп сұрайын дейді. Содан кейін дүние қабір жаназасына барады пайғамбар. Аят тағы түседі. Вала тақум ала ахдим минхум мата абада. Яғни, вала тақум ала қабрихи. Олардың қабірлерін тұрмай, яғни жаназасын оқыма дейді. Аят түседі. Қараңыз, пайғамбар кешірім сұрады. Көйлегін берді. Кешірім сұрады. Жаназасына қатысты. Қайта-қайта Алладан ескертіп алды. Қараңыз, пайғамбардың кешірімі, мейірімі адамға, яғни мұнафықтықтан шығарып қалуға әрекет жасады. Бар күшін салды. Бәлкім бір септігі тиіп қалар. Қазіргілер не істейді? Қазір сау адамды мұнафық қылуға асығатты қазіргілер. Шын ғой сені? Сау адамды бидағатшыл, сау адамды мұнафық кәпір қылуға асығып жатыр. Пайғамбар мұнафықты мұсылман қылуға бар күшін салды. Алладан кешірім сұрады, қайта-қайта.